Бұл бейнероликте Әл-Фарабидің философиялық трактаттары атты тақырып өрбиді. Оның ішінде нақтырақ айтқанда, Әл-Фарабидің тұлға концептісі жайында айтқан пікірлерін жинақтап саралайтын боламыз. Фараби ізгі қала тұрғындарының көзқарастары туралы трактат атты еңбегінде адамның өзін танымақтығы жөнінде айтылатын ойларын өсімдік жаны, хайуан жаны, адам жаны деп жүйелейді. Адам жанына, оның ішкі және сыртқы сезім мүшелеріне талдау бергенде, жүрекке үнемі шешуші мән беріп, ерекше даралай көрсетіп отырады. Жалпы, жан қуаты жөніндегі танымға бұлай қарау Мешайин мектебіндегілерге тән құбылыс. Фараби, жүрек басты мүше, мұны тәннің ешқандай басқа мүшесі билемейді. Бұдан кейін ми келеді. Бұл да басты мүше, бірақ мұның үстемдігі бірінші емес деп жүрекке шешуші мән бере қарайды. Сонымен ғұлама Фарабидің адам дене бітімі, пішіні, тәні, яғни тұлғалық концептілерге қатысты ойларына тоқталатын болсақ, адам пайда болысымен оның бойына ең алдымен бітетін нәрсе күш, яғни қабілет. Ол осы күш арқылы қоректенеді. Сондықтан бұл қоректендіргіш күш болады. Содан соң түйсінетін нәрсені, мәселен жылулық пен суықтықты аңдауға мүмкіндік беретін және дем, иіс, дыбыс, түр, түс сияқтыларды, сәуле тәрізді көзге көрінетін зат біткенді аңдатқызатын күш пайда болады. Сезімнің пайда болуымен бірге адамда сезімдік аппарат пайда болады. Оның өзінің түйсінген нәрсесін ұнатуға немесе ұнатпауға мәжбүр ететін осы аппарат. Содан соң оның бойымен екінші күш бітеді. Осы күш ол түйсінген әсер алған нәрсенің сезімдік байқау әсері көзден ғайып болғаннан кейінгі жерде жадында сақтайды. Бұл қиялдау күші. Мұның өзі түйсік біткенді өзара біріктіреді немесе әр алуан үйлесімдер мен жіктерге бөледі. Біреулері жалған, ал екінші біреулері ақиқат. Сонымен қатар бұл күш қиялдағы нәрсеге ынтыққан талапты демеуші болады. Ақырында оның бойында ойлау күші болады. Осы арқылы ол интеллекттің пайымдағыш объектілерін аңғарады, сұлулықтың сыпайылықтан айырады, сөйтіп өнер мен ғылымға ие болады. Бұл күш деп пайымдалатын нәрсеге ынтыққан талапты демеуші болады. Ойлаушы күшті алатын болсақ, басқа мүшелерде оның өз түріндегі қоректендіруші немесе қызмет етуші күштері жоқ. Бәрінен бұрын ол барлық басқа күштерге үстемдік жүргізеді. Ал бұрын қиялдау күштері бола ма? Әр түрлі негізгі күштер бола ма? Бәрібір. Яғни ішінде үстемдік етушілері де, бағыныштылар да бар күштер бола ма? Бәрібір. Ойлаушы күш қиялдау күші мен сезімдік күш пен қоректендіргіш күш сияқты үстем күштерді билеп төстейді. Әлденендей зат жөніндегі білім не ойлаушы күш арқылы, не қиял арқылы, не түйсік арқылы жинақталмақ. Егер түйсінілетін затты интеллект күші арқылы танып білсем деген тілегің болса, оның жүзеге асырушы әрекет парасатты жан жүйесіндегі екінші күштің көрінісі болмақ. Ал мұның өзі интеллектіні, елесті, түс көруді, ой толғауын және тұжырымды пікір туғызатын парасатты күш. Ал егер түйсінілетін нәрсені түйсік арқылы танып білем деген тілегің болса, осы тілекті жүзеге асыратын нәрсе тән мен психика әрекеттерінің көрінісі болма. Мәселен, затты көргіміз келгенде біз қабағымызды көтеріп, назарымызды өзіміз көргіміз келген сол затқа аударамыз. Егер зат қашық жатса, біз соған қарай жақындаймыз. Егер оны бізге көлегейлеп тұрған бөгет болса, біз бұл бөгетті қолымызбен алып тастаймыз. Бұл қимылдардың бәрі тәннің қимылдары. Ал түйсік дегеніміз өзінен өзі психикалық әрекет болып табылады. Барлық сезім атаулары да солай. Ақырында әлденендей бір затты түйсінгісі келген адам бұл ниетіне әртүрлі амалмен жетеді. Мәселен, қалаған немесе күткен затын әйтеуір бір жолмен ұғынып алу үшін, яки өткен кездегі бір затты түсіну үшін, не болмаса қиялдағыш күш арқылы бейнелеген зат білу үшін ол әуелі қиялдағыш күшін іске қосады. Бұдан соң қорқыныш немесе үміт объектісі ретінде әлденендей затты түйсіну арқылы қиялдағыш күшке жеткізілген нәрсе көңілге толқылады.
немесе ойлаушы күш арқылы танылған нәрсе сонан кейін барып тоқылады. Жан жүйесінің күштері немесе қабілеттері міне осындай.